Ең бірінші, ДНК тізбегі амплификациялануы қажет. Одан соң, ДНК денатурациялануы үшін температураны көтереміз. Нәтижесінде ДНК-ны секвенерлеу үшін комплементарлы тізбек пен матрица тізбегін аламыз. Бұл матрица тізбегі. Одан соң праймерді ДНК-ның 5 штрих соңына дейін күйдіреміз. Бұл праймер. Праймерленген ДНК-ны 4 реакциялық пробиркаға бірдей етіп орналастырамыз. Содан соң барлық 4 пробиркаға да ДНК полимераза ферментін қосып шығамыз. Одан кейін үстіне тағы дезоксирибоза нуклеозид трифосфат, қысқаша ДНТФ қосамыз. Одан соң модификацияланған дидеоксинуклеотид трифосфат қосып шығамыз. Оның 4 типінің әрқайсысын бір-бірден қоспаларымызға қосамыз. Әдетте полимераза ферменті нуклеотид трифосфат бірнеше негіз түзбегенше нуклеозид трифосфатты праймердегі матрицалық тізбекке қарай жалғай береді. Нуклеотид трифосфат бірнеше негіз түзген соң тізбек үзіледі, себебі нуклеотид трифосфаттың гидроксилді тобы жоқ. Тізбектің үзілуі нәтижесінде барлық пробиркада ДНК-ның әртүрлі ұзындықтағы фрагменттері түзіледі. ДНК секвенерлеу үшін электрофорез процесі полиакриламидті гельде жүзеге асырылады. Бұл гель электрофорезге арналған пластина. Тоқ көзін қосамыз. ДНК теріс полюстен оң полюске қарай жылжиды. Бұл фосфат магистралінің теріс зарядына байланысты. ДНК-ның кішірек және жеңілірек бөліктері электрофорез пластинасының ең төменгі жағына қарай түсе береді. Пластинадан осында әртүрлі қалыңдықтағы жолақтарды көруіміздің де себебі осы. Агарозды гельдің орнына полиакриламидті гель жиірек қолданылады, себебі оның жоғары қабілеттілігі арқылы ДНК-ны бір негіз бойынша ерекшеленетін екі тізбекке ажыратуға көмектеседі. Пластинада пайда болған тізбек төменнен жоғарыға қарай оқылады. Бұл процесс ДНК үлгісінің комплементарлы тізбегін түзеді.